Сәлем достар, біз бүгін past simple мен танысатын боламыз. Past simple жайлы толығырақ айтамыз. Бірінші, мына суреттермен кішкене мысалдар қарастырып көрейік. I met John yesterday. Мен Джонды кеше кезіктірдім. I had a toothache the other day. Өткен күні менің тісім ауырды. They went to Paris last year. Олар өткен жылы Парижге барды. Қарап отырсаңыздар, мына жерде subject плюс verb to, яғни етістіктің екінші формасы және уақытты көрсетеміз. Бұндағы уақыты past simple'дың yesterday кеше, just now жаңа ғана, the other day өткен күні, болмаса басқа күні, last week, last month, last year өткен аптада, өткен айда, өткен жылда. In 1995, 1995 жылы. At 5 o'clock, сағат 5-те. Сонымен past simple өткен аяқталып қойған әрекет, бірақ осы әрекеттің қашан, қай жерде, қай уақытта аяқталғанын білеміз. Бұл жерде өткен шақта орындалып кеткен әрекет және уақыты міндетті түрде айтылады. Егер өткенде аяқталып қойған әрекетте іс-қимыл болмаса, біз to be'ді қолданамыз. To be осы шақта am, is, are болып шектелсе, өткен шақта жекеше түрде was, көпше түрде were қолданылады. Мысалы, they were friends. Олар достар болған. Бұл жерде іс-қимыл жоқ, жай ғана ақпарат мәлімет беріп тұр. Ал they are friends. Олар қазір достар. Осы шақта айтатын болсақ. Ал өткенде аяқталып қойған әрекетте іс-қимыл бары болатын болса, егер дұрыс етістік болса, ed жұрнағы жалғанады, бұрыс етістік болса, етістіктің екінші формасы қолданылады. She worked yesterday. Ол кеше жұмыс жасады. She didn't work yesterday. Ол кеше жұмыс жасаған жоқ. Болымсыз сөйлем жасаған кезде did not сөзін қолданамыз және етістіктің бірінші формасы өз қалпынша қалады. Сол сияқты сұраулы сөйлем жасаған кезде did сөзі көмекке келеді және етістіктің бірінші формасы сақталады. Жалпы past simple'дың ең бір есте сақтайтын ережесі, біз етістіктің екінші формасын болмаса, дұрыс етістік болса, ed жұрнағын жалғаймыз. Осыған өте мән беруіміз керек. Егер етістігіміз дұрыс етістік болса, етістікке ed жұрнағы жалғанады. Дұрыс етістік дегеніміз, мысалға, walk жүрді, мысалға, жүру жалпы. Walk жүрді. Clean тазалау, мысалға, қазіргі уақытта осы шақта clean тазалау болса, cleaned тазалады. Play ойнау, played ойнады. Бұлар етістіктің дұрыс етістіктер. Ал егер бұрыс етістік болса, біз етістіктің екінші формасын қолданамыз. Жалпы бұрыс етістіктердің үш формасы болады. Бірінші формасы, екінші формасы және үшінші формасы деп. Мысалға, do деген, істеу деген сөздің бірінші формасы do, did, done. Бұл таблица кез келген ағылшын тіліндегі кітаптардан тауып алуға болады және өзіміздің телефонымызға да скачать етіп алуымызға, дайын түрін скачать етіп алуымызға болады. Бұны ешқандай ережесі жоқ, тек қана жаттап алу керекпіз. Мысалға, make, made, яғни жасаудың жасау, жасады. Өткен шақтағы формасы. Енді мысалдарға қарасақ, I walked to the store yesterday. Мен дүкенге кеше бардым. Қарап тұрсаңыздар, дұрыс етістікке ed жұрнағы жалғанды және уақыты айтылып тұр.
We watched a movie on Netflix last night. Біз кино көрдік кеше түнде. Ал енді болымсыз сөйлем жасап көрейік. I didn't go to the party last night. Мен кеше вечерға барған жоқпын дейді. She didn't finish her homework on time. Ол уақытында үй тапсырмасын орындаған жоқ. Сұраулы сөйлем. Did you eat breakfast this morning? Сендер бүгін таңғы асқа іштіңіздер ме? Яғни, мына жерде eat етістіктің бірінші формасы ғой, жеу деген. Яғни, сұраулы сөйлем құраған кезде осы етістіктің бірінші формасы өзгеріссіз қалады. Тағы бір мысал. Did she go to the gym yesterday? Ол кеше жаттығу залына барды ма? Яғни, go, бару деген сөздің бірінші формасы, екінші формасы went. Мысалға, ол кеше барды деп айтатын болсақ, she went to the gym yesterday. Яғни, болымды сөйлемде біз етістіктің екінші формасын қолдансақ, сұраулы сөйлем жасаған кезде етістік сол бірінші формасымен жазылады, жай ғана мына жерде did сөзі көмекке келеді.